Алматы автобустарында қолма-қол төлем жасауға болады. Алматының қоғамдық көліктерінде қолма-қол ақша төлегісі келетін жолаушыларға төлем жүргізуге мүмкіндік беретін қосымша құрылғы орнатылмақ. Бірақ болашақта қолма-қол жалақысы 120 теңгеге өсіп, электронды карта арқылы төлеу қазіргі шамада қалады. Одан бөлек бүгін Алматыда 21 маусымнан бастап қолданысқа берілетін 35 жаңа автобус таныстырылды. Green Bus компаниясының өкілдерінің пайымдауынша, бұл автобустарды сатып алуға 1 миллиард 200 миллион теңге жұмсалған, ал қала күніне орай тағы 100-ден аса автобус сатып алынбақ. Оған шамамен 2 миллиард 680 миллион теңге қаражат жұмсалады деп жоспарлап отыр. Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек оңай жүйесі бойынша түсіп жатқан ақша азайып жатқанын айтып, ішкі істер департаментімен бірігіп қатаң тексеретінін мәлімдеді. Айта кетейік, бұған дейін қала әкімі Бауыржан Байбек Алматы инвесторлардың газбен жүретін 200-ден астам автобус сатып әкелетінін айтқан болатын. Қазір Алматыда 1600-ден астам автобус жолаушылар тасымалдаумен айналысады.